саламатсыз ба ағай? Сәлем достар, всем приветушки, қалайсыңдар? Жақсыңдар ма, амансыңдар ма? Всем приветушки. Не істеватсыңдар достар? Саламатсыз ағай, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Аман есен шүкір, аман есен шүкір. Шүкір. Шүкір, аман есен. Так, достар, бізде бүгін Уағалейкум ассалам, Айбынжан, қалай жағдай? Бәрі жақсы ма? Денсаулық аман ба бәрі? Так, кеттік достар. Бүгін бізде 8-ші сынып ары қарай жалғастырамыз. Достар. Так. О, Құдіретжан, қалай жағдай? Так. Так. Биосфера кетіп қалыппын ғой. Біз литосферада. Осы жерде екенбіз, иә? Так. Алдында біз 12-ші параграфқа келген болатынбыз. 12-ші параграфтың танысайық. Достар, танысайық. Ой, зор ғой. Зор ғой, жағдай, керемет. Енді смотрите, так, балалар, бізде 12-ші параграф. Енді қараңдар, жалпы бұл жерде бізде 12-ші параграфта не айтылады жалпы? Дүние, ең басты бұл жерде не бар деген сөз ғой. Енді 12-ші параграфты балалар дұрыстап бір қарап алу керек болады. Себебі 12-ші параграф бізде өте сұрақтар өте көп келетін, особенно физикалық географияда көп келетін сұрақтардың типіне жатады. Енді, смотрите, жалпы бітеді. Енді біріншісі, біз бұл тақырыпты өттік, тау жыныстарының жасын қалай анықтаймыз деген сияқты сондай дүниелерді біз қарастырған болатынбыз. Біз бұлардың бәрін айтқан болатынбыз. Енді қараңдар, бітеді. Тау жыныстарының жасын анықтау дейді. Егер параграфты оқитын болсақ, давайте параграфты ары қарай оқи берейік. Жалпы бітеді. Не деп айтады бізге? Жер қыртысындағы, бізде көп біраз кіріп алдау дейме, біраз кірді ма, қанша адам кірді екен бізде? Так, 18. Не барған сайын азайып бара жатсыңдар олсын. Достар? Барған сайын азайып бара жатсыңдар. Так. Кіріп қалатын шығар. Так. Ой, қалай Бектемір, жақсы, амансың, шүкір, өзің қалайсың. Так, бізде кім бар екен? Ақнұр, Айбын, Айзере, Аружан, Аяулым, Балауса. Так, достар, бұл тақырыптар сендерге өте маңызды, себебі неде? Географияда осылар сендерге келіп қалу ықтималдылығы өте жоғарыда. Сол себепті, пожалуйста. Енді бионың зачетін айтпайсыңдар ма? Биодан қарағанда географияның сабағы болып жатыр ғой, бұл жақта несі емес қой жаңағы. Қалай айтсам бұл? Жаңағы бионың несі емес қой, уақытында емес қой. Тез бітіру керек еді, сол бионы сол үшін. Так, теперь смотрите, достар. 2 минут қойды. Да, теперь соны. Енді бізге бүйтіп айтады, қараңдар. Экрандарын үлкейтсеңдер болады. Енді бізге бүйтіп айтады, қараңдар. Жалпы, жер қыртысындағы әртүрлі геологиялық өзгерістерді, олардың жүру ұзақтығы мен ерекшеліктерін түсіну үшін тау жыныстарының несі дейді? Геологиялық жасын білудің маңызы зор дейді. Сосын не дейді жаңағы? Тау жыныстарының
жыныстарының абсолюттік және салыстырмалы жасы ажыратылады дейді. Значит, біз тау жыныстар, біз бұларды бәрін өтіп тастаған болатынбыз. Енді біз мына жерде білуіміз керек нәрселердің бірі ол не? Әрине ең біріншіден ол бізде жаңағы бізде ол не ғой? Жаңағы бізде енді смотрите бүйтеді. Шөгінді жыныстардың дейді. Орналасу ретіне олардағы өсімдіктер мен жануарлардың тасқа айналған таңбаларын зерттеу арқылы олардың жасын білуге болады дейді. Яғни тау жыныстарының қайсысы бұрын, қайсысы кейін түзілген ажыратып, өзара салыстырулар олардың салыстырмалы жасын анықтайды екен. Помните, біз сабақта сіздермен бірге айтып едік қой жаңағы жасын салыстырмалы жасты, яғни кім қашан туылды деген сияқты, кім қашан пайда болды деген сияқты дүниемен қарастырған болатынбыз. Яғни мына жердегі бізде салыстырмалы жасы, яғни осы екен. Яғни қай тау жынысы қай кезеңде пайда болғандығы туралы жалпы несейді екен, айтады екен. Бұл оның басты ерекшелігі болып саналады екен. Енді жаңағы белгілердің біріне қатар келейік. Смотрите, келесі. Кез келген тау жынысының дейді, пайда болған кезінен бергі геологиялық уақыт дейді, оның абсолюттік жасы болып есептелінеді дейді. Яғни, абсолюттік жасы деген сөз, оның пайда болғаннан бастап жалпы қазіргі уақытқа дейінгі деген сөз ғой. Яғни, салыстырмалы деген сөз, оның қасындағы басқа бір нәрселермен салыстыру арқылы не істейді? Жаңағы жасайды, соның барлығын. Ал абсолюттік жасы деген сөз, оның пайда болғанынан бастап қазіргі уақытқа дейінгі несін қарастырады екен. Жер қойнауындағы әрбір радиоактивті элементтердің ыдырау жылдамдығы сыртқы әсерге тәуелсіз болады. Сондықтан олардың көмегімен тау жыныстарының дәл жасын анықтауға мүмкіндік береді дейді. Бұл мақсатта әдетте уран пайдаланады. Міне. Бұл мақсатта әдетте бізде уран пайдаланады екен. Уранның ыдырауына қатысты деректер пайдаланады. Уранның гелий мен қорғасынға ыдырауы 4,54 көбейтілген оның 9 дәрежесі. Это означает то, что ол 4,5 миллиард жылда бір не қылады екен, жаңағы ыдырауы созылады екен. Міне, бұл жерде бізге осы мәселе бізге маңызды. Міне, уранды пайдаланады екен. Иногда сендерге келіп қалу мүмкін, жаңағы нені пайдаланады деген сияқты. Тау жыныстарының жасын анықтауда қай неге пайдалы қазбаға үңіледі десе, онда бұл бізде уран болады. Келесі, уранның ыдырау жылдамдығы мен бөлінетін қорғасын мөлшері белгілі болғандықтан, жер қойнауында жинақталған қорғасынның мөлшеріне қарап, оның қашаннан бастап түзіліп жатқан анықтауға болады дейді. Яғни, бұл жердегі айтып тұрған нәрсесі, яғни біз уранның қаншалықты қашан жаңағы ыдырап бастаған, қанша уақыт аралығында қорғасынға дейін ыдырайтындығын білетіндіктен дейді, жер бетінде қанша уран қорғасын бар, сол арқылы біз тау жыныстарының жалпы қаншалықты уақытта ыдырап жатқандығын біле аламыз дейді. Жер шарының әртүрлі бөліктерінде құрамында уран мен қорғасын бар тау жыныстарының химиялық зерттеу арқылы олардың абсолюттік, яғни радиометриялық жасын анықтайды екен. Міне. Егер уран арқылы табиғаттың несін жаңағы тау жынысының жасын анықтайтын болса, онда ол всегда не болады, жаңағы ол всегда жаңағы не болады, радиометриялық жасы болады. Енді кеттік, геологиялық жыл санау немесе және де геохронологиялық кестеге келейік. Оқушылардың ең көп шатасатыны және оқушылардың қиналатын тақырыпшалардың бірі. Жер қыртысы геологиялық құрылымының алуан түрлігі оның ұзақ геологиялық даму кезеңдерінің өтуімен түсіндіріледі. Жер ғаламшары міне,
жер қарамшағы қазіргі ғылыми деректер бойынша дейді, шамамен 5 миллиард жыл бұрын пайда болды дейді. Енді біз бұл жерде 4,5-5 деген вариантты қолданамыз. Себебі неге? Өйткені ұбт-да бізге 4,5 және -5 сандары міндетті түрде кездеседі. Сол кезеңде осы екеуінің арасы 4,5-5. Мына кітапта 5 деп жазғанымен басқа оқулықтарда Алматы баспасы кітабында ол жерде 4,5 деп жазады. Сол себепті 4,5-5 дегенді біз міндетті түрде айта кетуіміз керек. Айтады, осының дейді 3,5 миллиард жылдан астамы дейді жер қыртысының қалыптасуына кеткен уақыттың үлесіне тиесілі дейді. Жер қыртысындағы ең ежелгі тау жынысының абсолюттік жасы 3,8 миллиардқа тең дейді. Яғни жер шарындағы ең кәрі, мына біз айзере деп айтып едік қой, айзере сияқты ең кәрі деп айтып едік қой, тау жынысының жасы 3,8 миллиард жылға тең екен. Міне. Яғни қараңдар. Ой, айзере бізде ақсақал екен ғой. Ой, бұл ақсақал деппін ғой, кешір. Апамыз екен ғой. Енді қараңдар, жер қыртысындағы ең ежелгі тау жынысы бізде 3,8 миллиард жылды құрайды екен. Ал жердің пайда болғанына 4,5-5 миллиард жыл екен. Міне кітаптың осы жерлерде бізде осындай ақпараттар таралған екен. Енді келесі бетке көшетін болсақ, әрине бұл жерде бізге мынау глоссарий міндетті түрде жаттау қажет болады, себебі глоссарий өте маңызды, достар. Ұмыт кетпейміз. Глоссарий всегда маңызды, ненің не екендігін көрсетіп береді. Инағда сіздерге осы жерден жаңағы глоссарийден, терминдерден сұрақ қойып қалуы мүмкін. Сол себепті әрбір глоссарийге мұқиятпен қараймыз. Кеттік. Жердің геологиялық тарихын өте үлкен уақыт аралықтарына бөлген. Ең үлкен уақыт аралығын балалар біз эон деп атаймыз. Ал олардың ішіндегі кезеңді эралар деп атаған екен. Эралар. Яғни самый үлкен ол бізде эон. Эоннан эра тарайды. Эрадан ары қарай бізде нелер бар екен? Жаңағы дәуірлер деген. Эра дейді миллиондаған, тіпті миллиардтаған жылдарға созылған дейді. Әрбір эраға дейді жер қыртысының өзіндік даму сипаты мен тіршіліктің қайталанбас ерекше құрылымы тән дейді. Яғни әр эрада өзіндік бір нелері болды дейді. Жаңағы әрбір өзіндік бір ерекшеліктері болды және де өзінің тіршілігі болды. Яғни бір эрада болған тіршілік дейді. Бір эрада болған тіршілік екінші эрада қайталанбайды дейді. Міне, яғни өздігі. Мысалы, динозаврлар неде өмір сүрген жоқ, уже кайнозойда. Олардың дәуірі мезозой болды да. Олар тек қана мезозойда ғана өмір сүрді де. Сол себепті оларды біз жаңағы кайнозойға кіргізбейміз. Енді айтады, эралардың атауы геологиялық уақытпен оған сәйкес келетін тіршіліктің сипатына сәйкестендірілген дейді. Көп жағдайда дейді, осы эралардың атаулары сол кезеңдегі тіршілікпен, сол кезеңдегі геологиялық уақыттың аралығында сол жерге уақыт атауын қоятын болған. Мысалы, мына жерде мезозой деген бұл балалар бізде меза, яғни ортаңғы дәуір деген эраны білдіреді. Яғни сол ортаңғы деп қойғандықтан біз осыны айтады екенбіз. Келесі, мысалы қараңдар, архей деген сөз археус деген сөзден шыққан, яғни ол бізде өте ежелгі тіршілік дейді, көріңдер ме? Өте ежелгі тіршілік. Протерозой өте ертедегі қарапайым тіршілік дейді. Яғни бұл жерде адамдар адамдар деп қоямын, жануарлар енді бактериялар көбейіп жатқан кезең. Палеозой ежелгі тіршілік дейді. Палеозой не дейді бізде? Ежелгі тіршілік деп айтады екен. Келесі. Ал мезозой міне, жаңағы мен айтқан, мезозой бұл ортаңғы кезең тіршілік екен. Ал кайнозой, елемесе койнозой деп айтады, жаңа кезең тіршілігі деп аталады. Әрбір эра өз тарапынан неғұрлым қысқа уақыт аралықтарына, яғни дәуірлерге бөлінеді екен. Осы аралықтардың бүкіл аралықтардың барлығы, достар, осы бүкіл аралықтардың барлығы бізде жаңағы неде, мынау бүкілі жаңағы
геохронологиядан көрініс табуға болады екен. Яғни осы жерден біз геохронологиялық кестеден яғни көрініс табады екенбіз. Так, достар, геохронологиядан біршама сұрақтар келіп жатыр ұбт-да. Жаттау керек па дейді. Иә, әрине жаттау керек, себебі оны Қазақстанмен де байланыстырып сұрауы мүмкін. Бірінші неден кезекте, екінші кезекте жаңағы басқа нелерден де сұрауы мүмкін. Сол себепті ең барынша осы әрбір эраны нені жаттау керек. Достар, мен сендерге жіберген анау геохронологиялық кестені егер естеріңе түсіретін болсаңдар, ол геохронологиялық кестеде жаңағы бізде не көрсетілген, жаңағы мен ұбт-да сұрақ болып келетіндерді қою түспен беліп қойғам, әдемі түрде сендерге жіберіп қойған болатынбыз. Енді қараңдар, геохронологиялық кестеде дейді, эралар мен дәуірлердің аттары, ұзақтығы, сол кезеңдегі басты геологиялық оқиғалар көрсетіледі. Дәуірлердің аттары сол дәуірге сәйкес келетін тау жыныстарының сипатына, мысалы бор деген сияқты. Енді давайте осы жерде геохронологиялық кестені бастамастан бұрын, міне бор дәуірлері, бор таскөмір дәуірлері, олардың алғаш табылған орнына Кембрий, Девон, Перм деген сияқтылар. И басқа да себептерге, мысалы Ардабек пен Силур деген дәуір, ол Ұлыбритания жерінде мекен еткен тайпалардың атауына байланысты. Неге? Сол именно Силур мен Ардабек екеуі мекен еткен тайпаларды мекен еткен жердің астында сол как раз осы Ардабек пен Силурға сәйкес келетін тіршіліктердің қалдығы табылған. Сол себепті сол дәуірлерді Ардабек пен Силур деп атап кеткен болатын. Міне, жарайды. Енді келесі геохронологиялық кестеге керек. Міне, осы жерде геохронологиялық кесте самый бізде ең чумачечи деп айтайықшы, самый андай оқытушылар қорқатын кесте. Бірақ бұл кестені балалар біз қараңдаршы, мына жерде кестені берген, дұрыс берген әрине. Енді бұны мектепте соңынан бастаймыз. Соңынан бастаймыз. Бұны мектепте жаңағы мұғалімдер айтқан кезеңде, жаңағы оқушыларға түсіндірген кезеңде бұны не істемейді, жаңағы төменнен бастап айтамыз деп, оқимыз деп айтпайды. Себебі басында кайнозойдан тұрма, кайнозойдан бастап оқып кете береді. Мен барлығы деп айтпаймын мұғалімдер. Кейбір мұғалімдер өте жақсы білетін мұғалімдер, мықты білетін мұғалімдер, яғни опыты барлар, уже 40 жыл, 30 жыл істеген мұғалімдер, олар сразу айтады, бұл кестені наоборот беру керек бізге деп. Енді қараңдар, енді давайте біз осы жерде архей дегеннен бастайық. Так, эон, міне қараңдар, мына кестеде мына жерде негізі криптозой тұру керек. Мына криптозой эон, если что. Екі-ақ эон бар, достар. Қазір мектепте де тіпті географияны оқытпайтын шығар, если білетін шығарсыңдар, өздеріңді оқымайтын жүрсіңдер. Енді Құдай қаласа, балалар, күшті жаңалықтардың бірі, келесі жылдан бастап география міндетті пәндердің қатарына қосылады. Яғни бұрынғыдай географияны оқу міндеттеледі болады. Менің уже екінші жылым география оқымай жатқан. Ау? Менің уже екінші жылым мектепте география оқымай жатқан. Керек десе оқымайды. Енді міндетті пәндердің қатарына қосады, потому что 5 жоқ деңгейіндегі негізгі дейді. Кәдімгідей, мысалы, математиканы мектепте қалай оқытады? Тура географияны сол. Мен білмеймін, математиканы біздің мектепте өте жақсы оқытатын. Географияны да өте мықты оқитынбыз біз. География кәдімгідей контурный карта бәрімен баратынбыз. 8-де өтіп жатырық па, 8-дің контурный карта, 9-дың өтетінбіз. Енді қараңдар, эраға келейік осы жерде. Құдай қаласа, достар, біздің үнімізді естіді, наконец. Так, архей. Потому что қиналады да ұбт-да. Архей зонасы. Архей зонасы деп, архей эрасы. Бұл жерде балалар бізде. Давайте мына кестені негізі, мына кестені қазір 1 минут былай күтетірекші. Қазір мен бұл кестені бітейінші сендерге. Жаңағы. Так. Бұл кестені сендерге бұлмен емес, бір басқа немен түсіндірейші. Потому что мына жерде кішкене ыңғайсыз жазылған кітапта. Анау чек-лист бар еді ғой, жаңа біз жасаған сол чек-листпен түсіндіріп жіберейін сендерге. Так, қайда ол менде? Мен компьютерді тазаламаса болмайды. Ішінде не жоқ, бәрі бар. Так. Қазір 1 минут.
Салондар. Пока. Так, енді қазір. Так. Так, қазір. Так, стоп. Так, смотрите, геохронологиялық кесте. Мына кесте таныс шығар сендерге, барлықтарыңа таныс деген ойдамын. Енді давайте осы кестемен қарастырайықшы, потому что ана жаңағы геохронологиялық неде кішкене ыңғайсыздау жасау. Сол себепті қараңдар, міне, давайте бұны үлкейтейік бүйтіп. Міне қараңдар, егер үлкейтетін болсақ, ой, бұны да үлкейтемейді екен, бір минут өтіңдер. Бұл да болмайды екен ғой. Бір керек кезде не қылып қалады да бұл. Так, міне, енді көрінді деген ойдам. Енді смотрите, мына жерде, егер біз бұны үлкейтетін болсақ, міне, қараңдар, ең бірінші зона, бірінші кезең, смотрите, бізде не дейді? Ең бірінші кезең бұл бізде архей дейді. Архейдің ұзақтығы балалар 900 миллион жылды құраған. Яғни сендер нелерің бойынша, жаңағы кестелерің бойынша 900 миллион жылды құраған. Енді бізде айтады, осы жерде, міне, осы жерде жалпы мынаны еске түсіре кетейік. Міне қараңдар, бірінші нәрсе кесте болады, яғни қай неге эонға жататындығын біз көріп алуымыз керек. Смотрите, криптозой эонына кіреді. Енді бұл тақырып кішкене ұзақтау бізде, достар. Қараңдар, криптозой эонына кіреді. Көрініп тұр ма? Криптозой эонына кіреді. Криптозой эонында архей деген дәуір бар. Осы архей эрасы бар. Архей эрасы бізде жаңағы достар архей эрасы достар бізде, яғни бұның ұзақтығы 900 миллион жылды құрайды. Ол бізде 900 миллион жылды құрайды. Енді осы жерде қандай қатпарлық тиесілі деп айтады. Кітаптарыңда енді бұған нені бермеген, қатпарлықты бермеген. Бірақ біз Байкал деп айта берейік, потому что ұбытуда сендерге Байкал деп те келе береді. Яғни Байкал қатпарлығы тән жаңағы нелер деп береді. Жаңағы Байкал қатпарлығы тән эра деп береді. Сол жерде архей мен протерозоид белгісінде. Енді Байкал қатпарлығы екен бұл жерде бізде. Енді келесі бұл жерде қандай не бар екен жаңағы? Қандай тіршілік болған екен? Ең біріншісі қараңдар, ежелгі қатпарлықтардың жүруі қуатты вулканизм дейді. Яғни балалар бұл жерде нелер өте көп болған жаңағы вулкандардың атқылауы өте көп болған. Міне, яғни жердің бетінде тоқтамай осындай вулкандар. Міне, мына фото сол кезеңдегі, яғни архейдегі кезеңді не істейді? Сипаттайды екен. Сосын не дейді? Алғашқы қарапайым дейді, бір жасушалы бактериялардың пайда болуы. Міне, мына жерде төселіп жатқан қып-қызылдардың барлығы алғашқы бактериялар. Бұлар әлі анандай емес, жаңағы тіршілік нелері особо қатты дамып кеткендер емес. Бұлар. Жаңағы бұларда бір нәрсе, жаңағы бактериялар енді ғана не істеп жатыр, бұл жерде пайда болған кезең. Пайда болды дейді. Енді оқушылар қатты шатасатын дүние, ол протерозойға келген кезеңде, оқыған кезеңде кішкене шатасады. Протерозойдың ұзақтығы балалар 2 миллиардтан асып кеткен, 2 миллиард 330 миллион жерді құраған. Бұның да қатпарлығы не? Енді қараңдар, ұбытыда сендерде нені жаңағы
осы протерозойдың несін сұрамайды, эраларын сұрамайды. Кітапта бар болғанымен, достар, кітапта бар болғанымен сендер бұны жаттамайсыңдар. Неге? Себебі оның несін сұрамайды, қандай эралары бар екен, дәуірлері бар екенін сұрамайды. Енді қараңдар, бұл кезеңде, айтпақшы, архейде барлар темір пайда болды. Ең алғашқы темір кен орындар пайда болған. Қазіргі біздің өндіріп жатқан көбісі осы архейде пайда болған. Сосын Байкал қатпарлығының басталуы дейді. Міне, Байкал қатпарлығы осы жерде басталуы деп айтады, бірақ біз оны тағы да айта кетеміз сосын. Енді келесі, ежелгі платформалардың пайда болуы. Бізде ежелгі платформаларға не жатады? Африканың платформасы, Шығыс Европа платформасы жатады. Міне, сол кезеңде алғашқы платформалар пайда болды осы кезеңде. Енді, сосын не дейді? Ал, вот, қараңдар, міне, осы жерде мына жерде сөзден ұстап аласыңдар, қараңдар. Қарқынды өсуі дейді. Қараңдар, дамуы деп айтпайды. Кім пайда болуы болмаса дамуы деп айтпайды, қарқынды өсуі деп айтады. Қараңдар, бактериялар десе, біз көбісіміз архейге кетіп қаламыз қайтадан. Бірақ архейде бір жасушалы бактериялар пайда болды. Олар сол кезеңде пайда болды. Енді ал мына жерде бактериялар мен балдырлардың қарқынды дамыған уақыты десе, ол протерозойда. Бұл кезеңде міне, қараңдар, мұхиттың астында, жердің бетінде ешқандай тіршілік жоқ. Жердің бетінде ешқандай вообще тіршілік жоқ. Бұл жерде тек қана не бар? Судың астындағы мынандай бір-екі жасушалы нелер ғана бар, жаңағы бактериялар мен балдырлар ғана өседі. И то балдырлардың ішінде бұл жерде только фитопланктон нелер, жаңағы балдырлар, яғни өсімдіктер ретінде жануарлар жоқ. И одан кейін міне, жаңағы протерозой эрасы біткеннен кейін бізде палеозой деген бітеді. Осы жермен бала криптозой бітіп қалады. Мына жерде криптозой бітіп қалады. Міне осы жермен криптозой бітіп қалады. Сол криптозой біткеннен кейін мына жерде уже фанерозой деген эон басталады. Бұл қалған дәуірдің эралардың барлығын қамтиды. Палеозой, мезозой, кайнозойдан бастап. Болды, оған қайтып келмейміз. Енді осы жерде бізде қараңдар. Палеозой эрасы. Палеозой эрасы бұның ұзақтығы 340 миллион. Яғни бұны жаттаудың сендерге қажеті жоқ. Себебі бұны сұрамайды. Бұны жаттамаймыз, қажет емес. Бұрын сұрайтын, қазір енді сұрамайды уже. Енді қараңдар, осы жерде ең бірінші дәуіріне керек. Қараңдар, палеозойдың 6 баласы болған. Бұл үлкен қария атамыз. Бұның үлкен 6 баласы болған. 6 баласының ең үлкені, соның ішіндегі ең үлкені, ең біріншісі, тұңғышы деп айтайықшы, бұл Кембрий. Өткенде мынандай сұрақтар келді. Жаңағы Кембрий дәуірінде қатысты әлі сұрақ келген жоқ, бірақ тас көмірде бар, қазір біз оны айтамыз. Қараңдар, мына жерде қарап тұрсаңдар, достар, міне, Байкал қатпарлығының біраз бөлігі мына Кембрийдің ішіне кіріп кеткен. Міне, Кембрийдің ішіне кіріп кеткен. Өйткені Кембрийді несі Байкал қатпарлығы не істейді? Аумағындағы таулар көтеріле бастайды. Байкал қатпарлығы аймағында. Теңіз суларының көп аумақты басып жатуы, яғни жер бетінде сулар өте көп болады. Келесі, омыртқасыз жануарлардың пайда болуы. Омыртқа деген не? Сүйегі жоқ жануарлар пайда болады. Сүйегі жоқ. Вот. Яғни, мынау жасыл қою жасылмен тұрғандар ұбт-да өте көп келеді, бүйтіп келеді. Теңіздегі омыртқасыз жануарлардың дамыған кезең десе, ол Кембрий дәуірі немесе палеозой эрасы. Енді бұл кезеңде қандай пайдалы қазбалар пайда болыпты? Тұз, гипс, фосфорит. Міне, теңізде әлі тіршілік өсіп жатыр, кәдімгідей омыртқасыздар, қазіргі жуықтар, мынаулар өмір сүріп жатыр да, бірақ жердің бетінде әлі де тіршіліктер жоқ, тіршілік жоқ. Себебі бұл кезеңде әлі жер бетінде не жоқ етін? Озон қабаты жоқ екен. Озон қабаты. Озон қабаты осы как раз Кембрий дәуірі біткеннен кейін пайда болады. Әрине білу керек. Айбын. Келесі, битеді. Теңіз сулары аумағының қысқаруы дейді. Келесі бізде қараңдар Ардабек. Міне, Каледон қатпарлығы мен Герцин қатпарлығын өте жиі сұрайды, достар. Каледон мен Герцинді өте жиі сұрайды. Сол себепті Каледонға қандай жататындарын біліп алыңдар. Каледонға Ардавик жатады, Силур жатады, Девон жатады, және тағы да басқалар жатады. Үшеу ғана жатады, тағы да басқа деп ғой. Енді қараңдар, осы Кембрий біткеннен кейін, балалар, Кембрий біткеннен кейін, мына жерде міне
міне қазір міне Кембрий дәуірі біткеннен кейін мына жерде достар міне Кембрий дәуірі біткеннен кейін достар мына жерде міне осы линияда қазір мен осы жерде айтам, осы линияда бізді ультра күлгін сәуледен қорғап тұратын озон қабаты пайда болады. Міне озон қабаты. Озон қабаты осы жерде өзінің несіне қосылады, действиясына қосылады. Яғни озон қабаты осы жерде пайда болады. И озон қабаты пайда болғаннан кейін Кембрийдің аяқ жағында Ардабектің басындағы сөйтеді де не істейді? Бүйтеді. Теңіз аумағы сулары не істейді? Қысқарады дейді. Теңіз аумағы суларының қысқаруы дейді. Құрлықта алғашқы омыртқасыз жануарлардың пайда болуы дейді. Протерозойдың соңына ғой Кембрийдің басында басталады озон, жайлап бастала бастайды. Бірақ толық аяққанда мына жерде басталады да Ардабектің басында бітеді ғой. Уже Ардабекке дайындап береді жерді, Айзере. Ардабекке дайындап береді жерді. Нет, озон қабаты кім? Озон қабаты деген балалар бұның пайда болуы достар. Бұның пайда болуы от 50 до 120 миллион жылды құраған. Озон қабатының пайда болуы да 50 мен 120 миллион аралығын құраған. Миллион мен 120 миллион аралығында нестелген, құралған. Міне, озон қабаты. Осы аралықта. Сосын ол Кембрий, полностью Кембрийде де несі бастады, пайда бола бастады. Сөйтеді, осы как раз Ардабекте алғашқы нелер пайда болады екен, жаңағы омыртқасыз құрлыққа шыға бастайды. Өйткені уже құрлықта жайлап озон қабаты пайда болғаннан кейін топырақ пайда болды, жайлап өсімдіктер не істей бастады. Өсімдіктер әлі шыққан жоқ, бірақ теңіз құрлыққа жануарлар шығып қойды. Міне, мынандайлар теңіз құрлыққа шығып жатыр міне. Енді бұл кезеңде ешқандай пайдалы қазба пайда болған жоқ, сол себепті бұны тастап кетеміз. Силурда тоже Каледон қатпарлығы айтады. Каледон қатпарлығы аймағында таулардың көтерілуі, Каледон дегеніміз қазіргі француз жері ғой, егер шатаспасам. Сол алғашқы құрлық өсімдіктерінің пайда болуы дейді. Міне, қараңдар, алғашқы құрлық өсімдіктері пайда болды. Енді бұлар енді қаулап шыға бастайтын болды. Достар, бұлар қаулап шыға бастайтын болды. Соның нәтижесінде осы жаңағы алғашқы құрлық өсімдіктерінің пайда болуы десе, осы жерді белгілейсіңдер. Келесі, соңында осы Каледон қатпарлығының соңына таман Девон дәуірінде теңіз суы басқан аумақтардың қысқару, ыстық климат болады. Шөлдер пайда бола бастайды. Сөйтеді алғашқы қосмекенділер пайда болады. Сендерге мынандай сұрақ келеді, алғашқы қосмекенді пайда болған, немесе қосмекенділер пайда болған эра немесе дәуір деп сұрайды. Эрасы десе палеозой, дәуірі десе девон. Пайда болады. Балықтардың қарқынды дамуы. Енді бұл кезеңде бізде тұз, мұнай пайда болады. Міне бізде уже мынандай балықтар пайда бола бастайды. Неде шөлдер пайда болса, міне девонда как раз шөлдер өте көп пайда бола бастайды. Келесі бізде енді бұл балалар геохронология кесе ұзақ өтеді, сосын бұны андай адуши қарастырып алу керек. Келесі, осы жерде мына жерден не бітеді, жаңағы Каледон қатпарлығы бітеді достар. Міне Каледон қатпарлығы біткеннен кейін бізде Герцин қатпарлығы пайда болады. Біз тас көмірге келеміз. Енді өткенде мынандай сұрақ келді. Қосмекенділердің қарқынды дамыған уақыты деп сұрайды. Қосмекенділердің не қылады, жаңағы сұрайды, осы қарқынды дамыған деп сұрайды. Сол кезеңде осы сұрақ бізде келеді екен. Қосмекенділердің қарқынды дамуы. Осы ұбт-да өткенде келді. Осыған назар аударыңдар. Ыстық, ылғалды климат, ағаш тәрізді папоротниктер, плаундар, қырық буындылардың өсуі дейді. Міне, осы кезінде Жер планетасында мынандай ағаштар көп болатын болған. Неге? Бұл ағаштар, өйткені климат ылғалды болды да, өсімдіктер су өте көп болды. Сол себепті бұлар
өсе бастайтын болды, өсе беретін болды, өсе 100, 120, 130, 150 метрге дейін өсе беретін болды. Қазіргі секвоялар бар ғой, 100 метр десе ойбай деп қараймыз ғой, ол кезеңде ағаштар кәдімгідей өте үлкен өскен. Секвоядан 2-3 есе үлкен болған. Міне, сөйтеді да, осы ағаштар құлайды, сосын жерге құлайды да, қазіргі біздің жағып отырған міне қандай пайдалы қазбалар десе, тас көмір, мұнай, нелер біздің кен орындары түзіледі. Ірі, самый большой дегендер. Осы жерде түзіле бастайды. Сосын Пермь дәуірі. Пермь дәуірінде. Пермь дәуірі бұл Ресейдің Пермь деген қаласы бар, сол Пермь қаласының маңында табылғандықтан соған байланысады. Енді Герцин қатпарлығында таулардың көтерілуі, климаттың құрғақшылық бола бастау. Қараңызшы, мына жақта, мынау таскөмір дәуірінде жаңағы бізде ылғалды болып жатса, үшін су батпақ деген тола болса, мынау келесі дәуірде айтып отыр ғой, бір дәуір екінші дәуірге ұқсамайды, достар. Бір дәуірдің климаты екінші дәуірге, болмаса эраның дәуірлері ұқсамайды бір-біріне. Табиғат ерекше болады. Сол айтады, климаттың құрғақ болуы дейді. Енді алғаш дейді, ашық тұқымды өсімдіктер. Биологтар жақсы біледі, ашық тұқымды өсімдіктер ана не арқылы көбейеді, жаңағы дәндері арқылы аспанға тотықсызданып, анау шашырап, гүлдерін ар жан-жаққа желмен алып кетіп, сонымен алғашқы гүлдер. Ал бұған дейінгі өсімдіктердің барлығы, яғни мынау жаңағы Пермь дәуіріне дейінгі өсімдіктердің барлығы немен өскен? Спор арқылы, яғни тамырымен ары қарай, тамырымен дамый берген ғой. Вот, осы Пермь дәуірінде. Үстетті Герцин қатпарлығы бітеді, и палеозойды толығымен бітеді. Болды, бітті. Енді осы кезеңде алғашқы бізде тіршіліктің фундаменті, өсімдіктің фундаменттері құрылып алды да. Енді біз мезозойға келеміз. Мезозой дәуіріне келеміз. Бұл 163 миллион жылды құраған. Өте ұзақ. Осы кезеңде өте үлкен тіршілік иелері пайда болады. Біз қазір оны айтамыз. Триас. Біз анау динозаврлар десе юра дәуірі деп айтамыз ғой. Жоқ, динозаврлар мына үшеуінде де болған. Достар, динозаврлар үшеуінде болған. Это қалай десіңдер, это очень мынандай ғой. Триаста олар пайда болып дамыды. Юрада олар қарқындау даму шегіне жетті. Бор дәуірінде олар күйреді, қырылды деген сөз ғой. Енді қараңдар, бүйтеді. Бұл кезеңде міне мұхит аумағының кішірейе бастауы, бұған дейін көтерілген таулардың бұзылуы дейді. Шөлді аумақтардың ұлғаюы, міне алғашқы сүтқоректілердің шыға бастауы. Айтқанда алғашқы крысалар пайда бола бастайды. Тышқан тәріздер, яғни мынандайлар алғашқы сүтқоректілер пайда бастайды. Яғни шөлдер өте көп болады бұл жерлерде. Бұл жерде тас тұзы ғана пайда болады, яғни бізде кәдімгі тамаққа қоспайтын тас тұзы. Тас кейін ас тұзы болады ол. Триас өте аз болады, ол 35 миллион жыл болады. Келесі юра дәуірі, вот, юра дәуірі өте қызық. Бұл кезеңде динозаврлар енді дамый бастайды. Дамығанда, дамып келе жатады, шарықтау шегіне осы юра дәуіріне жетеді. Қараңдар, бүйтеді. Қазіргі мұхит айдындарының айқындалуы. Міне, Пангея осы кезеңде ыдырап кетеді. Анау 6 материк бар ғой, бірігіп жатқан. Үлкен супер материк Пангея. Осы кезеңде ажырап кетеді да, бізде Атлант, Үнді, Тынық, солтүстік мұзды мұхиттарының шекарасы қазіргіге ұқсай бастайды. Уже кәдімгідей уже 80-90% ұқсас болады. Сосын қараңдар, бүйтеді. Ыстық ылғалды климат қайтадан келеді. Міне, білдіңдер ме? Мына кезең, міне динозаврлардың кезеңі, дәуірі деп айтайыншы. Динозаврлардың дәуірі. Міне. Осы жерде тіршілік етеді. Бұл кезеңде міне жорғалау, міне бүйтеді. Жорғалаушылардың қарқынды дамуы дейді. Жорғалаушылар дегеніміз рептилиялар ғой, кәдімгі біздің рептилиялар. Ашық тұқымды өсімдіктердің басымдылығы дейді. Қарапайым құстардың шығуы дейді. Міне, сендер құстар пайда болған эра десе юра деп жауап бересіңдер. Міне, қарапайым құстар. Ең алғашқы құстар, достар, ең алғашқы құстар ағаштан ағашқа секіріп ұшатын болған. Ағаштың бір бұтағынан екінші бұтағына секіріп, өздерінің қанаттарын неғыла бастаған болған. Жаңағы жасай бастайтын болған. Содан кейін аспанға ұша бастайтын болған. Сөйтіп сондай қарапайым құстардың шығуы деп сол үшін айтады. Енді бор дәуірінде, бұл жерде балалар бізде тас көмір мен фосфорит, тас көмір, мұнай, фосфорит үшеуі пайда болады, яғни қалыптасады.
Одан кейін қараңдар, тас көмір, мұнай, фосфорит, бор, жаңғыш тақта тас бұл уже келесі бор дәуірінде пайда болады. Бүйтіп айтады. Мезозой қатпарлығы таулардың көтерілуі. Міне айтады, алып бауыры мен жорғалаушылардың жойылуы дейді. Не үшін жойылады десеңдер, мына астероид келіп құлайды жердің бетіне. Сөйтті динозаврлардың бәрі не істейді? Қырып жібереді. Қырып жібереді. Вот, осыны айтады міне. Осыны айтады. Жаңағы мына жерде динозаврлардың бәрі не қылады? Қырылады. Айтады, құстармен дейді. Енді қара, динозавр балалар, почему құстармен нелер жаңағы почему олар мынау неде дамымады юра дәуірінде? Потому что динозаврлар оларды дамытпады. Динозаврлар айтқанда дамытпады. Ал динозаврлар жойылғаннан кейін, достар, динозаврлар жойылғаннан кейін олар не істеді? Жаңағы дамый бастады. Яғни кішкене бұрында жерден шықпайтын ғой, олар жердің астынан іннен шықпайтын болған, қорқатын болған. Тек қана түнде ғана шығып тамағын жейтін болған. Күндіз бойы динозаврлардың басқа кішкентай майда-шүйде түрлерінен қорқатын болған. Шықпайтын болған. Сөйтіп бізде балалар осы бор дәуірінде динозаврлардың өлуімен аяқталады. Одан кейін бізде кайнозой эрасы келеді. Біздің қазіргі заманға эрамыз келеді. Есімде болсын, кайнозой эрасы әлі де біткен жоқ, ол әлі жалғасып жатыр. Адам жоқ болып кеткен кезеңде ғана кайнозой эрасы толығымен аяқталды. Но оған дейін әлі біраз шама бар. Енді қараңдар, кайнозойда бізде мезозой альпа қатпарлығы болады. Яғни сендердің ұбт-да өте жиі сұрақтардың бірі кайнозой эрасының қатпарлығы деп сұрайды. Кайнозой эрасының қатпарлығы осы бізде яғни қай қатпарлық бізде? Не қатпарлығы жаңағы? Альпа қатпарлығы. Енді қараңдар, кайнозойдың 3 баласы болады тоже. 3 баласы болады. Бұл палеоген. Балалар, немен шатастырмаңдар, бізде жаңадан келіп жатқан про және ағымның оқушылары болса, достар, сендер палеоген, неоген десе, анау тарихтан өтетін палеолит, мезолитпен шатастырмаңдар, окей? Бұлар вообще басқа заттар. Палеолит пен мезолит, неолиттерің мынаның ішінде болып кетеді. Міне. Палеолит пен мезолит мынаның ішінде болып кетеді. Түсінікті ме? Мынаның ішінде болып кетеді. Сол себепті шатастырмаймыз. Үшіншісі антропоген дәуірі. 1,5 миллион жыл деп айтады, өшім жалпы. Бұған 1,5 миллион жыл дегенді беріп қояды. Бірақ қасында звездочка тұр. Айтады, түрлі мәліметтер бойынша дейді, 600 мың жылдан 3,5 миллион жылға дейін дейді. Екінші білдіретін мәселесі осы нәрсенің. Это означает, что кайнозой эрасы әлі біткен жоқ деген сөз. Так, кеттік. Палеоген дәуіріне келейік. Қараңдар, мына жерде фотоға назар аударсаңдар, динозаврлар болып келеді, и динозаврлар жоқ, көрдіңдер ме? Жоқ. Неге? Динозаврлар өлгеннен кейін жерге үлкен астероид түседі, өшім тіршіліктің почти 75%-ға жойып кетеді. Бірақ анау кішкентай інде өмір сүретін тышқан сияқтылар, жаңағы сүтқоректілер бар ғой майда-шүйде. Құстар, алысқа ұша алатын құстар. Вот солар тірі қалады. Қараңдар, мезозой қатпарлығында көтерілген таулардың бұзылуы дейді. Гүлді өсімдіктердің қаулап өсуі. Яғни бұрын өсімдіктер балалар мынау, кімдердің кезінде, динозаврлардың кезінде өсімдіктердің гүлі болмайтын. Ал енді гүлді өсімдіктер пайда болады. Міне, разноцветный гүлдер пайда болады. Соның нәтижесінде құстар мен сүтқоректілердің дамуы дейді. Мына жерде қараңдар. Бор дәуірінде олар қарқынды емес, дамыса просто, ал нелерде жаңағы уже палеоген дәуірінде динозаврлар жоқ, оларға опасность жоқ, сөйтті де олар емін еркін дамитын болды, эволюция жасайтын болды. Вот, палеоген дәуірінде мынандай тіршілік болған палеоген дәуірінде. Енді келесі неоген дәуірі. Кайнозой қатпарлықтарындағы таулардың көтерілуі. Қазіргі біз білетін Альпа, Гималай және тағы басқа таулар көтеріледі. Ежелгі қатпарлықтарда таулардың жаңғыруы дейді. Көтеріледі. Қатпарлы, жақпарлы таулар осы кезеңде пайда болады. Гүлді өсімдіктердің қарқынды не істеуі дейді? Өсуі дейді. Енді гүлді өсімдіктер бүкіл дүниежін жаулап алды. Гүлді өсімдіктер. Қазіргі біз білетін роза, тюльпан, жаңағы нелер тағы да қызғалдақ дегендер, солардың барлығы достар осы кезеңдерде пайда болған. Ол кезеңде олардың түрі басқаша болған, эволюция арқылы қазіргі деңгейге жеткен. Бұл кезеңде балалар бізде қоңыр көмір, мұнай, янтар. Янтар деген қатықпаған тастың түрі. Вот. Соңғы дәуір антропоген дәуірі. Бұның екінші атауы бар, төрттік деп аталады бұл дәуірі.
Бұның екінші атауы төрттік дәуірі. Антропоген. Енді өзінен түсінуге болады, то что антро деген сөз, достар, антро деген сөз, бұл бізде не мағынаны білдіреді? Антро деген сөз адам. Значит, адам басқан. Бидет, жер бетінің жаппай биіктеуі, неотектоникалық қозғалыстардың күшеюі дейді. Осы неотектоникалық қозғалыстар деген кезінде естерінде болсын. Всегда кайнозойда осы сұрақ келеді, железобетонна. Айтады, мұз басудың бірнеше рет қайталануы дейді. Адамның пайда болуы дейді. Міне, осы кезеңде адам пайда. Міне, уже қарандар ма? Бұрынғыдай не жоқ, жаңағы, қалай айтсам болады? Бұрынғыдай жалпы айтқан кезеңде бұрынғыдай уже табиғатта басқаша бола бастады, нелерде басқаша, адам пайда болғаннан бері. Міне, өйстіп адам пайда болғанымен осы геохронологиялық кесте аяқталады. Жалпы ең үлкен өзгерістер болған осы жерде, жалпы сипаттай жерді мынау кішкентай тас түйіршіктен пайда болғаннан бастап қазіргі мына адам пайда болғанға дейін. Ары қарай міне геохронологиялық кесте ары қарай тарих болып кетеді. Ары қарай уже бұның несі, соңғы несі тарихпен жалғасып кетеді. Себебі ары қарай адамның тарихы кетеді, сонымен тарих болып жалғасып кетеді екен. Бұл кезеңде балалар бізде шымтезек, алтын және бағалы тастар не істейді, пайда болады. Ой, нені жібермедім ғой? Жаңағы не деп аты осыны? Алдына жібермедім ғой. Қазір бір минут. Кәм бір минут, достар, бір минут. Роде алдында жіберген сақтадым ғой, геохронологиясын, әлі жібермедім ба? Өткен кезеңде жіберген сақтадым ғой. Хорошо, жіберіп қоямын. Жіберіп қоямын. Яғни, достар, осындай келген екен. Міне, бүкіл жердің тарихын міне осындай бір бетке толыққанды сыйдыруға болады екен. Бұл параграф өте ұзақ, достар. Кәдімгідей бір несі бар өзі. Өте ұзақ, Көндірмін. Бүгін осы параграфты бітірсек жақсы. Атмосфераға келесі тақырыпта көшеді екенбіз сонда. Енді, осы тақырыппен ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай бізде. Ары қарай бізде 8-ші сыныптың кітабымен ары қарай кете береміз, достар. Ары қарай кете береміз. Енді қараңдар, бүйтеді. Геохронологияның ішінде болу керек, осы бар. Болу керек бұл. Бар. Еще жібере салам новыйын. Әдемісін жібере салам. Ойнамаңдар. Бүйтеді, сол сияқты дейді, кейбір дәуір атаулары дейді. Қараңдар. Атаулары олардың жасына байланысты. Палеоген, неоген сәйкес келеді. Ал адамның шығуымен байланысты кайнозойдың соңғы дәуірі дейді антропоген. Грекше антропос, адам деген мағынаны білдіреді екен. Енді қараңдар, біз геохронологиялық кестеге келдік, айттық бәрін, ішін талқыладық. Енді мынандай нәрселер болады. Геологиялық уақыт аралығында жер қыртысы дейді. Жаңағы. Жер қыртысы жиі өзгеріске ұшырап дейді, ұдайы өзгеріп отырады дейді. Оған ең алдымен жердің ішкі энергиясы мен қысым әсерінен жүретін түрліше қозғалыстар әсер етеді дейді. Жер қыртысының құрылымдарды қалыптастыратын бұл ішкі күштер дейді тектоникалық қозғалыстар деп аталады дейді. Яғни жердің қыртысын, жердің бетін өзгеріске түсіретін нәрселерді тектоникалық қозғалыстар деп айтады екенбіз. Енді жер қыртысының геологиялық даму тарихында бірнеше рет тау құрылуға себеп болған тау қатпарлықтары жүріп отырған дейді. Давай осылардың бәрін қарастырайық дейді.
Міне, жер қыртысының архей мен протерозой эраларында қалыптасқан неғұрлым тұрақты құрылымдарын ежелгі платформалар деп атайды екен. Жаңағы Шығыс Еуропа жазығы бар ғой бізде, біз оны ежелгі платформа деп айтамыз ғой. Вот, олар осы архей мен протерозойда пайда болған, бұл эралар, бұл нелер, жаңағы платформалар. Жер қыртысы дамуындағы ең ежелгі тау қатпарлығы Байкал қатпарлығы. Ең ежелгі Байкал қатпарлық. Егер платформа десек, бұл жаңағы не, Шығыс Еуропа. Бұл қатпарлық протерозойда басталып, палеозойдың басында не дейді, аяқталған дейді. 5-ші кестеде көріңіздер дейді. Міне, мына жерде. Негізі Байкалды балалар жатқызады, до Байкалға дейін деп айтады. Біз кейінірек бұны геохронология кестенімен дұрыстап жіберемін. Так, келесі, көптеген ғылыми әдебиеттер мен тектоникалық карталарда Байкал қатпарлық құрылымы Кембрийге дейінгі ежелгі қатпарлықтармен бірге қарастырылады дейді. Сол үшін жаңағы Байкал қатпарлығын бірге айтып кетеді. Байкал қатпарлықтарының өздерін іздерін дейді ежелгі платформамен жалғасып жатқан жерден таба аласыңдар дейді. Байкал қатпарлығының құрылымдары мен олардың ерекшеліктері алғаш рет Байкал көлінің маңында тауларда анықталған дейді. Сондықтан бұл жерді не деп атайды екен? Байкал қатпарлығы деп аталуының да себебі сол екен. Бұл құрылымдар кейінгі жаңа жасалу қозғалыстары мен сыртқы күш әсерінен түрлі өзгерістерге түсіп отыр дейді. Осымен архей мен протерозойдың да болған жалпы өзгерістер аяқталады. Енді палеозойға келеміз. Палеозойдың Силур және де Девон дәуірлеріне дейді. Міне, Силур мен Девон дәуірлерінде Каледон қатпарлығы жүрді. Бұл таулар кейінгі Герцен қатпарлығында көтерілген таулармен жымдасып деген сөз андай бірігіп деген сөз, бірігіп бір тұтас тау жүйелерін қолды. Бұл қатпарлықтар кезінде Қазақстан аумағының негізгі бөлігі қалыптасқан. Міне, сендерге сұрақ қояды. Қандай кезеңде пайда болды? Сарыарқа, Қаратау, Тянь-Шань тауларын жатқызуға болады дейді. Каледон қатпарлығында пайда болғандар. Геохронологиялық кесте мен атластағы тектоникалық картаны қараңдар дейді. Палеозойлық құрылымдардың басым көпшілігі кейінгі тектоникалық қозғалыстар әсерінен майысуларға ұшырап, ұзақ уақыт теңіз табанына айналды. Так, Бозжыраны кім біледі? Маңғыстау жақтағы Бозжыраны. Білесіңдер ма? Ана Бозжыра ше? Ана елдер қазір ойбай әдемі деп жатқан жер бар емес па? Дым әдемі емес жер ғой үшін. Дейсің, әдемі, өте әдемі балар, өте әдемі, өте әдемі, өте керемет жер ол негізі. Вот сол Бозжыра, вот именно осы как раз палеозойдың кезеңінде, достар, білем ғой, мен өзім бардым ғой, әдемі балар, просто аузың жағың ашылып жабылмай қалатын жер ғой, негізі барып қараса. Фото просто не передает этого, не дешеді аты жаңағы, всего этого не передает. Енді қараңдар, айтады, сол жаңағы Бозжыра бар емес па? Сол Бозжыра как раз сол осы палеозойдың кезеңінде, достар, палеозойдың кезеңінде не істеді? Жаңағы палеозойдың кезеңінде мұхиттың түбі болған. Вот сол кейіннен кейін көтерілген ғой бұл жер. Палеозойлық теңіздік шөгінділер қарқынды жиналған бұл құрылымдар қазіргі кезде мұнай мен газға бай аудандар. Енді елесетіндер, Қазақстанның батыс бөлігінің барлығы теңіздің астында жатқан. Сол себепті қазір осы жерде неге бай? Газ бен мұнайға бай екен. Келесі, палеозойлық құрылымдардың оқшау дейді. Оқшау деген сөз алшақ жатқан ежелгі бөліктерін өзара біріктірген дейді. Олар қазіргі материктердің негізін құрайды. Құрлықтың палеозойлық континенттік шөгінділер қалың жиналған бөліктерінде қазіргі ірі көмір алаптары бар. Есенде палеозойдың эрасы бар, тас көмір деген. Сол тас көмір эрасында бізде осылар нелер пайда болған екен. Келесі, мезозой эрасына келейік. Мезозой эрасында бірнеше тау түзілу кезеңдерін біріктірген дейді. Жалпы атпен мезозой қатпарлығы деп аталады дейді бұл жерде. Деп аталған тау жасалуы қарқынды жүрді. Осы кезеңде оңтүстік жартышар материктері салыстырмалы түрде тыныштық жағдайда болды дейді. Яғни мезозой кезеңінде солтүстік жартышарда өте қатты өзгерістер болды да, оңтүстікте особо қатты болған жоқ. Палеозойдың соңы мен палеогеннің
соңымен Ниагенде жүрген қарқынды тау жасалу Альпі қатпарлығы деп аталады. Бұл қатпарлықтарға Евразиядағы аса ірі Альпі Гималай геосинклиналдық белдеуі орналасқан таулар жатады дейді. Яғни Альпіден Гималайға дейінгі жатқан таулардың барлығы осы кезеңде Ниаген мен Палеогеннің соңында пайда болған екен. Альпі қатпарлығында тектоникалық әрекеттердің аса қарқынды жүру бұл белдеуге көршілес орналасқан ежелгі тау құрылымдарын қайтадан көтеруіне ықпал етті. Яғни как раз осы Альпі мен Гималай жақтарлар көтеріліп жатқан кезеңде дейді, екінші рет көтеріліп жатқан кезеңде олар басқа таулардың көтерілуіне себепші болды дейді. Сөйтеді, бұл күштерді неотектоникалық қозғалыстар деп атады, яғни жаңа тектоникалық қозғалыстар. Бұрында бұлар тағы да қозғалған, бірақ қазір бұлар одан да көп не істеп жатыр дейді, қозғалып жатыр дейді. Себебі бұл қозғалыстар әсерінен жер қыртысында терең тектоникалық жарықтар пайда болып дейді. Олардың бойымен ежелгі құрылымдар қозғалысқа түсе бастады. Неотектоникалық қозғалыстар дейді Тянь-Шань, Алтай, Саян, Байкал тау жүйелерін қамтыды. Бұл тау жүйелерінің жер бедері күрделеніп, биік тау жоталары мен тауаралық қазан шұңқырлар қалыптасты. Жер сілкіну әрекеттері бұл қозғалыстары одан әрі күшейтті. Міне, жаңағы Алтай, Саян, жаңағы Байкал таулары пайда болған кезеңде, осы кезеңде бізде жаңағы Байкал көлі пайда болады. Байкал көлінің жасы 26 мың жыл бұрын пайда болған. Осындай тектоникалық нелердің арқасында. Жер сілкіну әрекеттері бұл қозғалыстарды одан әрі күшейтті дейді. Келесі, бүгінгі таңда материктердің тынық мұхитпен жалғас бөліктерінде тау жасалудың ең қарқынды жүріп жатқан аудандары орналасқан. Бұл аймақты біз не деп атаймыз? Тынық мұхиттық жанартау белдеуі немесе тынық мұхитты отты шеңбері деп айтамыз. Осы жерде тау жасалу әлі жүріп жатыр. Вулкандар, атқылайды, жер сілкінісінің болу себебі де осы жерде өте көп. Қазір кезде дейді, мұхитпен табандарында 800-ден астам дейді сөнбеген жанартаулар орналасқан. Бұда да сендерден сұрайды, қазіргі таңда құрлық пен мұхит табандарындағы сөнбеген жанартаулар саны. Оларды атластағы тектоникалық картадан қараңдар. Олардан шыққан лава жылына 6 миллиард тоннадан астам эффузивті жыныстарды жер бетіне жайып, жер қыртысын қалдатады дейді. Қараңдар, неғұрлым вулкандар атқылаған сайын, олар өзінің айналасын істейді, жерін қалыңдатады дейді. Міне, өстіп бізде балалар 12-ші параграфымыз аяқталады екен. 13-ші параграфқа келеміз. 13-ші параграфқа келеміз. Жер бедерін дейді, жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері дейді. Не дейді? Адам баласы үнемі жер бедерінің ерекшеліктерін өз қажетінен тиімді қолданып келген дейді. Әсіресе өзен аңғарлардың бойымен тауалды жазық жерлердің ежелден халық тығыз қоныстанған аймақтар болып саналады. Сондықтан да осы аталған аймақтар жер пішіндеріне әрбір қоғамдық формация ауысқан сайын белгілі бір дәрежеде салмақ түсіп отырады дейді. Халық санының соңғы уақыттарда қарқынды өсуі бұл салмақтың артып отырғанын дәлелдейді. Бүгінгі таңда қалың ну ормандар, ми батпақтар, полюс маңындағы және биік таулардағы салқын жерлер, табиғаты қатал шөлді аймақтардан басқа жерлерде адам әрекетінің ізін көруге болады. Яғни айтып жатқан бұл жерде бүйтіп айтып жатқан не қылып жатқаны, айтады, біз қазір де тек қана қалың ормандармен дейді, батпақтарда, тауларда дейді, полюстерде ғана адамдарды көрмейміз дейді. Қалған барлық жерде не бар дейді? Құмырсқа ұқсап шайылып біткендер бар дейді, жазылып біткендер дейді. Делать нечего сияқты дейді. Кітап сөйтіп айтады, мен үйтіп айтып жатқан жоқ. Жаман ойлап қалмаңдар деп айтқан ғой. Әсіресе дүниежүзілік соғыс пен одан кейінгі кезеңдерде пайдалы қазбалар мен тың жерлерді жаппай игеру дейді. Құрылыс пен өнеркәсіп орындарының ядролық сынақтан өткізу полигондарының салынуы жер бедеріне түрлі сипаттағы өзгерістер алып келді дейді. В общем, бұл параграф балалар особо қатты маңызы жоқ деп айта алмаймыз. Басы нудный, но бар. Мына жерде бізде мынау өте маңызды глоссарий, достар.
өте маңызды глоссарий өзімізге белгілеп аламыз. Сосын не дейді жаңағы? О, Құдай. Сосын бітеді. Оның әсері табиғи ортаның барлық құрамдас бөліктерінен, жануар мен өсімдік дүниесінен, топырақ жамылғысы мен атмосферадан, геологиялық құрылыс пен жер бедерінен, жер асты және жер үсті суларын, тіпті адамның өмірінен де анық байқалады дейді. Табиғи ортаның негізгі құрамдас бөліктерінің бірі жер бедері дейді. Адамзат ғасырлар бойғы дамуына байланысты әртүрлі өндірістік шаруашылық, инженерлік құрылыстық әрекеттер өркендеу нәтижесінде жер бедері қарқынды түрде өзгерістерге ұшырады дейді. Адам әрекетінің нәтижесінде пайда болған жер бедері пішіндерін екіге бөлеміз міне. Ол техногендік және антропогендік пішіндер. Бұл пішіндер климат жағдайына және тектоникалық қозғалыстарға байланысты емес дейді. Конечно, ол адамның қолымен жасалған дүние ғой. Көптеген жағдайда техногендік заттар табиғи ортаға кері әсер етіп дейді, оған едәуір зиян келтіреді. Кей жағдайда қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін оларды қайта өңдеу немесе мүлдем жойып жіберу қажет болады. Осының бәрі техногендік жер пішіндерінің қалыптасуы мен өзгеруін уақытылы қадағалап отыруды, оны жүйелі жіктеуді талап етеді дейді. Антропогендік әрекеттер деген сөз ол адамның әсер етуі деп айтқан ғой. Адамның әсер етуі әсіресе дейді инженерлік құрылыстар салу, ауыл шаруашылық, гидротехникалық және тау-кен игеру барысында, яғни пайдалы қазбаларды игеру барысында. Енді мынау қараңдар, 22-ші суретке назар аударатын болсаңдар, мынау аспаннан түсірілген, яғни ұшақтан, тірек ұшақтан әуе әдісі арқылы түсірілген жазық жерлердегі антропогендік құрылымдар дейді. Қараңдар. Антропогендік құрылымдар дейді. Яғни адамдар жерді жыртып жағы нелерге жасаған болатын дейді. Қажеттіліктер үшін пайдаланған аймақтардағы жер бедеріне белгілі бір ізін қалдырды дейді. Қазір мысалы адамдар көп жерлерін есеп жатыр, жаңағы белгілі бір дәрежеде өзгертіп жатыр. Бітеді. Мұндай аймақтарды ғылыми тұрғыда Вернадский, мұндай аймақтарды ғылыми тұрғыда Вернадский 1947 жылы ноосфера, 44 жылы ноосфера деп ноосфера деп атаған екен. Ноосфера деп атаған екен. Адамзат шаруашылық әрекет әсерінен өзгерген жер бедері пішіндерінің кең тараған түрлері ол төртеу. Міне. Олар төртеу. Яғни біріншісі ауыл шаруашылық мақсатта, екіншісі ирригациялық, яғни суландыру мақсатында, су жолдары, үшіншісі жаңағы тау-кен, төртіншісі қорғаныс мақсатында, окоп қазу, жаңағы не деген сияқты, жаңағы окоп қазу, жаңағы тағы да басқа жерлерге неғылу деген сияқты, общем, соғыс әрекеттеріне дайын болу мақсатында осындай құрылымдарды не істейді екен, жасайды екен. Адамның шаруашылық әрекеттерінің жер бедеріне әсер ету дәрежесі түрліше сипат алады. Оларды алғашқы және екінші реттік деп бөледі. Осы тұжырымдар негізінде қазіргі жер бедері мынандай типтерге бөлінеді дейді. Біріншісі, адам әрекеті, баламда Y деген кітапта жоқ, если что, оны не алмай қойыңдар, бұл қате кетіп қалғанына, сканировать еткен кезінде қате кеткен ғой. Адам әрекеті әсерінен түбегейлі өзгеріске ұшырамаған табиғи жер бедерлері, ол құм төгілген жағажай, грунт жолдарын қалыңдатты. Біз бұны неде? Литосфера екінші бөлімінде айтқан болатынбыз. Енді қараңдар, техногендік жолмен өзгерген жер бедерлері, яғни техникамен өзгеріп тастағандар болса дейді. Техникамен өзгеріп тастаған болса дейді. Олар жаңа пайдалы қазбаларды өндіру кезінде пайда болған атыздар, жыралар, өзен арналарын қолдан кеңейту, тереңдету, асфальт, бетон жолдар. Кәдімгі біз күнделікті өмірде адами цивилизацияны көрсететін дүниенің барлығы техногендік жолмен жер бедерін өзгерту. Жер бедеріне адамдықтың екінші реттік техникалық әрекеті табиғаттағы тепе-теңдікті сақталуына өзіндік кері ықпалын тигізуде дейді. Жайылымдық мал шаруашылығын өркендету, егін егетін жер үлесін көбейту сияқты әрекеттер эрозия мен дефляция үдерісінің қарқынды болуына
қарқынды алуына себепші болады екен. Осы жерде балалар дефляция деген сөзбен таныса кетейік, иә? Бұны енді бірінші рет естіп тұрсыңдар. Дефляция сөзінің мағынасы дегеніміз не? Дефляция дегеніміз бұл, балалар, қарапайым сөзбен айтатын болсақ, дефляция бізде негізі дефляция үдерісі бұл экономикаға қатысты, бірақ неге беріп қойғанын білмеймін. Мына жерде жалпы бұл жерде дефляцияны егер қарапайым тілмен айтатын болсақ, достар, жалпы менде естіліп тұрмын ба? Үзіліп қалып жатыр да? Нормально естіліп тұрмын ба? Дефляция деген сөз бұл көбінесе геологияда қолданылатын терминдердің бірі, экономикада да бар бұл дефляция. Азық-түлік бағасының көтерілуі деген сияқты сондай. Инфляция сияқты ғой. Дефляция деген сөз, балалар, бұл жаңағы жел бар ғой. Жер, қарапайым сөзбен айтатын болсақ, бұл жел эрозиясының бір түрі ғой. Жалпы дефляция бұл анау топырақтың беткі қабатын несе желмен ұшырып әкету процесін айтады дефляция деп. Немесе біз оны қарапайым сөзбен жел эрозиясы деп айтып кеткен болатынбыз. Қараңдар, сосын не дейді? Пайдалы қазбалар өндіру, жерасты құрылыстарын салу, грунттың опырылуы дейді. Грунт деген жердің опырылуы, төмен түсіп кетуін айтады. Міне, қараңдар, техногендік жолмен пайда болған кратер дейді, ядролық сынақ алаңы дейді. Міне, мынандай табиғатта метеорит түскен кезеңде ғана пайда болады негізі. Бірақ адамдар жарғаннан кейін жер үсті опырылып төмен түсіп кететін кезеңдер болады. Ықпал етті. Мысалы, Калифорния мен Мехико жерінде грунт 9 метрге дейді, Токиода 7 метр, Мәскеуде 1 метр төмен түсіп, майысқан дейді. Қарағанды қаласында жер астында көмір шахталары орнындағы зор кеңістіктермен дейді, жер бетіне шығарылған бос жыныстарды үйуден пайда болған террикондар дейді. Помните, мен сіздерге айтып едім ғой, террикондар. Террикондар міне. Бұл бізде Қарағандыда, Ақтөбеде өте көп, облыстарында өте көп нелердің бірі. Жаңағы табиғи емес антропогендік құрылымдардың бірі. Яғни террикондар, яғни бұл екі сөзден құралған, терра және конус деген сөзден. Терра дегеніміз не мағына білдіреді? Достар, Аружан? Терра деген сөз не мағына білдіреді? Айтпай қойыңызшы. Айтпай қойыншы. Позор. Мен мынадан кейін сендермен қалай сөйлесем? Жүрмеймін. Мынадан кейін сендермен қалай сөйлесем, достар? Келіңдерші. Жақсанды нелеріміз ба? Тақпылар деген сияқты. Do'stlar, estilib turibmi ba do'stlar? Okay. Так, енді қараңдар. Енді осы жерде тауалды жазықтардың құрылыс мақсатында есепсіз пайдалану, тау етектерінде салмақ түсіру, Алматы маңындағы жер телімдерін пайдалану барысында дейді, жиі орын алуда. Сол себепті жердің беткі қабаттарының жылжуы, опырылуы, сел тасқындарының жиілеуі сияқты апатты сипат алатын төтенше жағдайлар жиі байқалуда. Келеңсіз жағдайларды болдырмау үшін
Жергілікті әкімшілік орындары су жағалауларын, тауалды жазықтарды қорғау мақсатында түрлі шаралар жүзеге асыруда. Қазақстан аумағында бірнеше сынақ алаңдары болғандығын тарихтан белгілі. Ауыл шаруашылық қажетіне пайдалану кезінде де жер бедері жер бедері де өзгеріске ұшырайды. Ең көп таралғаны жыра эрозиясы, жерлерді жыртқан кезеңде. Жердің беткі екеуі де жер ғой, жер шары, топырақ деген. Террикондар не болды дейді? Террикондар жер, терра, конус тоже жер, шар, үшбұрыш деген сияқты. Жердің беткі бөлігіндегі несі ғой, үшбұрыштар ғой, адамның қолмен жасалған нәрселер. Енді ең көп таралғаны жыра эрозиясы. Жыра деген не сөз? Жыра эрозиясы. Жыра дегенде мынау жаңағы жердің төмен түсіп кету, опырылып кетуінен пайда болады. Олар ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлердің біразын істен шығарады дейді. Өңдеуге жарамайтын аймақтарға айналдырады дейді. Яғни эрозиясы жаман деген судан пайда болады бұлар көбінесе. Жол құрылыстарын бұзады. Жыра эрозиясымен күрес жүргізу дейді. Күрес жүргізу үшін алдын ала сақтандыру әрекеттерін назар аудару керек. Көптеген халық шаруашылық жұмыстарына дейді гидротехникалық құрылыс, суландыру жүйесі, жол және басқа өндіріс құрылысында эрозияға қарсы шараларды зерттеп, жүзеге асыру және қолдану қажет. Жалпы жер бедерінің антропогендік өзгеріске ұшырау дәрежесін анықтауда, оның сыртқы әсерлерге төзімділік дәрежесі есепке алынуы тиіс дейді. Егер бүйтеді қараңдар, егер жер бедерінің өзгеріске тұрақтылық коэффициенті 100%-ға тең болса дейді, жер бедері антропогендік өзгеріске ұшырамаған деп дейді. Ал 80 мен 100 аралығында болса, жоғарғы деңгейде ұшырамаған. 50 мен 80% аралығына дейін болса, орташа деңгейде ұшырамаған. Ал 50%-дан төмен болса, әлсіз деңгейде тұрақты деп жіктеледі екен. Ал көрсеткіш 0-ге жақын болса, ол жер түгелімен антропогендік жер бедері ауданына айналды деген мағынаны білдіреді екен. Яғни бұл жерде балында өзінің несі бар екен, жаңағы өзіндік бір ерекшеліктері бар екен. Міне, өйстіп біз үф-сүф деп әйтеуір нені бітірдік. Литосфера тарауын бітірдік. Келесі сабақта Құдай қаласа, иншалла сендермен бірге не бастаймыз. ОБТ-да атмосфера өте көп келеді. Бар сұрақтар, ондай баршылық әрине. Ондай сұрақтар баршылық міндетті түрде бар. Атмосфера тарауы да өте ұзақтау. Бұл тақырып, бұл тараулар өте қиынырақ. Енді мен сендерге қазір үйге тапсырма берем. Тапсырманы жазып алыңдар. Үйге тапсырма. Осы 8-ші сыныпта 8-ші сыныптың кітабында 14, 15, 16, 17, 18-ші параграфтарды оқимыз. Оқыған соң, соның ішіндегі маңызды дүниелерді, ережелерді өздеріңе қарағанда. Соларды жақсылап тұрып, бір неге жазамыз. Ағайны Атамұра ма? Бұл мектеп баспасы. Біз Атамұра баспасын қарастырмаймыз, тек мектеп баспасын қарастырмаймыз. 8-ші сынып қой? 8-ші сынып мектеп баспасы сыртында, 8-де өзі жазып тұрады. Әбілмәжіренді Каймурдинова деген біздің екі апамыз жазған. Бұл кітапты атмосфера тарауында 14-тен бастап, достар, 14-тен бастап айтамын. 14, 15, 16, 17, 18-ді бірге қоса 5 параграфты оқимыз. Хорошо. Потом келесі сабақта мен осының бәрін түсіндіріп берем, қайсысы маңызды екенін өздеріңе түртіп аласыңдар. Сосын гидросфераны өтеміз, содан кейін биосфера, одан кейін уже әлеуметтік географияға кетеміз. Әлеуметтік географияда халық географиясын бастайтын боламыз. Потом экономикалық география, потом елтану және не. Сөйтіп 8-ді бітіреміз. Содан кейін 9-ға көшеміз. Жақсы. Өзі кітаптың 3-тен 1 бөлімін бітіріп қойдық. Енді тағы да бір 3-тен 2 бөлігі ғана қалды. Так, осымен онда осы жерден аяқтайық, тәмамдайық. Осымен аяқтайық. Бәріміз шаршадық деген ойдамын. Кітаптың ойбу, геохронологияда ми деген талқан болып қалды ғой. Ладно, осы жермен аяқтайық. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта
жүздескенше. Всем пока. Ағай, сау болыңыз. Сау бол.